Соңғы жылларда мемлекетімізде импорт һәм экспорт көлемін кеңейтуде тикарғы жөнеліслерден бірі болған жүк автотранспортларға қолайлы шараятлар жаратылып, тикарғы автомагистрал жолларды оңлау һәм реконструкциялауға айрықша этибар қаратылмақта. А380 халықаралық автомагистрал жолында жүргізіліп атырған құрылыс жұмыслары бүгінгі күнге келіп қайсы басқышта дауам етпекте, хабаршымыз толығырақ мағлұмат береді. Өзбекстан Республикасының тикарғы магистрал жолларының бірі болған А380 Гузар-Бұхара Нукус-Беню автомагистрал жолында соңғы жылдары ірі көлемді реконструкция жұмыстары әмелге асырылмақта. Әсіресе бұл жолдың Қарақалпақстан Республикасы аймағынан кесіп өтуші бөлігіндегі әмелге асырылып жатқан құрылыс жұмыстары нәтижесінде Өзбекстан Республикасының барлық viloyatlaridan қоңсылас Қазақстан Республикасына қатынайтын жеңіл һәм жүк автотранспортларына оңай шариғатлар жаратылмақта. Біз қазір бұл жолдың Веруни районы аймағындағы бөлігіндеміз, көріп тұрғаныңыздай бұл жерде реконструкция жұмыстары әмелге асырылмақта. Хақиқатында да бүгінгі күнде мемлекетіміз аймақтарындағы ішкі жолдар, әсіресе магистрал жолдарда алып барылып отырған оңлау жұмыстары транспорт басқарушыларына қолай шариғатлар жаратып бермекте. Қарақалпақстан Республикасы Қараөзек һәм Веруни районы аймақтарынан өтетін А380 Гузар-Бұхара Нукус-Беню автомобиль жолының 673-698 километр бөлігінде алып барылып отырған оңлау жұмыстарына 100-ден астам техникалар, 200-ге жақын қанегелер қамтып алынған болып, бүгінгі күнде цемент бетон қапламасын төсеу жұмыстары алып барылмақта. Инвестиция дәстүрі asasında yolda rekonstruksiya qilib o'tiribmiz. Bu yo'l asosiy O'zbekistonning trassalaridan biri bo'lib, bu trassa o'z hamma joylarda rekonstruksiya bo'lyapti. Hozir 2 yil davomida bu yo'limiz rekonstruksiya ishlari davom ettiriladi. Loyiha bo'yicha bir 300 ming kub atrofida tuproq ishlari bajarildi. Bizlarning rejamiz bo'yicha yo'lning bu yil bir tomonini tugatib, harakatni shu tomonga olib, keyingi tomonga o'tish maqsad qilib qo'yganmiz bu yil. Hozir bugungi kunga martning oxirida bir tomonning tuproq ishlari hozir 60% yakunlangan bo'lsa, hozir asos ishlari hozir 5 kilometrga yaqin asos ishlari qilindi ikkita uchastkada. Жойбардың ұлма бағасы $61 миллион құрайды. Объектте қазір уақытта таярлық жұмыстарынан байланыс кабель линияларын көшіру жұмыстары алып барылмақта. Сондан 8 километр аралықта көшіру жұмыстары жұмақланған. Сондай-ақ Жойбар шеңберінде құрылыс объекттің 6 орында жер асты су тармақтары һәм 2 орында жер асты өткелдері құру жұмыстары алып бару режелестірген болып, қазір уақытта объектте қызғын жұмыстар давам етпекте. Bu yerda mahalliy zavoddan hozir beton tayyorlab, bugungi kun shuni boshladik. Hozir shu jarayon ustida turibmiz. Shuning bilan bu yo'ldan boshqa bir nechta sun'iy inshootlar bor. Bir 20 joyda quvurlar qurishimiz kerak. Bu tog'li uchastka bo'lgani uchun qayerdadir katta hajmda suv o'tadi, qayerdadir kichik. Shu hammasi bo'lib jami 20 ta joyda quvurlar loyihalashtirilgan. Shunda hozir 7 ta joyda loyiha ishlari bo'yicha ish bajarilyapti. Yo'lga tushayotgan yukning og'irliklari haqiqatda kuchayib ketdi. Mana bu hamma biladi. Qaratov posyolkasida turibmiz. Hamma yuklar shu joydan chiqadi. Bu katta mashinalar, o'qiga 13 tonnaga ruxsat berilgan 70-80 tonnalik katta mashinalar bu yerdan yuk bo'lib chiqyapti. Shuning uchun bu yo'lning mustahkamligini ham ko'p vaqtga yetishlik sababli bu yo'llarimizda beton yo'llar rejalashtirilgan. Şu beton yo'llarning birinchidan kafolati 25 yil berilgan bo'lib, bu hamma joyda qilingan ishlarimizda beton ishlarimiz o'zini yaxshi tomondan ko'rsatyapti. Ko'p joylarda asfalt qilingan, lekin asfalt ham yaxshi turadi deb aytgan bilan hozir ob-havoning issiqligi, yuklarning ko'pchiligi bilan endi hozirgi paytda o'zi O'zbekistonda katta magistral yo'llar o'zi beton qoplama bilan yotqizilyapti. Жолдардың тегіс болуы ең дәсілеп бұқараларының қауіпсіздік дәрежесін жақсылайды, яғни жол транспорт хадиселерінің алдын алуда ахметлі саналады. А380 Гузар-Бұхара Нукус-Беню автомобиль жолында тикарынан тіркемелі жүк автотранспортлардың харекетленуін набатқа алсақ, құрылыс жұмыстары жұмақланғаннан соң жолдың өткерушілік қабілеті артып, оңлауға эксплуатация қаражетлері тежеледі. Өзбекстан Республикасы бойлап қалақам районлар аралық транзит жүк тасу, сонан жолаушы тасу көлемі бірнеше есеге артады. Ұлыма айтқанда тегіс жолдар халық игілігі үшін көп жылдар давамында қызмет етеді.